Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай өте дәмді самса дайындайтын боламын. Дәл осы рецептпен дайындасаңыз, самсаңыздың қамыры өте жұмсақ болып шығады. Самсаны дайындауға қажетті заттар: 250-270 грамм ұн, 150 грамм мұздатылған сары май, 3 жұмыртқа, тұз, 20% майлығы бар қаймақ. Мен бүгін айс қаймағын қолданатын боламын. Фарш және әсемдік үшін күнжіт пен мақ қажет болады. Ең алдымен біздер самсаның қамырын дайындап алуымыз керек. Ол үшін үкішті пайдаланатын боламыз. Мұздатылған сары майды ұнға аунатып алуымыз керек. Сол кезде май үкіштен тез әрі оңай өтетін болады. Осындай тәсілмен майды соңына дейін өткізіп шығуымыз керек. Міне біз майымызды өткізіп болдық. Және май мен ұнды жақсылап тұрып араластырып алуымыз керек. Міне осындай ұн пайда болды. Оның үстіне 2 жұмыртқаны жарып араластырып аламыз жақсылап. Жұмыртқамызды араластырып алдық және оның үстіне құямыз. Одан кейін 2 ас қасық 20% бар майлығы бар қаймақ және 2 қасық жарымдай тұз қосып барлығын араластырып қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығу керек. Осы қамырды салафановый пакетке салып, мұздатқышқа 20 минутқа қоюымыз керек. Одан кейін 50 грамм сары майды газге ертіп алуымыз керек. Осы майды біз қазір қамырдың үстіне жағатын боламыз. Және майды ертіп алғаннан кейін бөлек ыдысқа құйып қоюымыз керек, ол суы қажет. Енді біз самсамыздың салмасын дайындайтын боламыз. Мен бүгін фарш қолданатын боламын. Сіздер қалауыңызша тауықтың етін немесе ірімшік қолдануға болады. Және пиязды үкіштен өткізіп аламын. Міне мен пиязды өткізіп алдым. Енді үстіне етті салып, оның үстіне дәмдеуіштерді өз ұнатқаныңызға қарай қосуыңызға болады. Барлығын жақсылап араластырып алуымыз керек. Міне біздің салмамыз дайын болды. Енді тоңазытқыштан қамырымызды алып, кішкене ұн сеуіп, илейтін боламыз. Осылай етіп қамырымызды жаямыз. Қамырымызды илеген кезде қамыр тым жұқа және тым қалың болмау керек.
Міне қамырымыз жайып болдық. Енді жаңағы ерткен сары майымызды үстінен жағып шығуымыз керек. Осылай етіп сары майды жағып шығамыз. Біздер сары майды жағып болдық. Енді шетінен бастап қамырымызды орайтын боламыз. Осындай тәсілмен қамырды орап шығамыз. Міне қамырымызды орап шықтық. Және салафановый пакетке тағы да 20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді бізге самсаның бетіне әсемдеуге кунжут, мак және жұмыртқаның сарысы қажет болады. Осы қамырымызды бірнеше кішкентай бөліктерге бөліп алуымыз қажет. Және осы бөліктерден самса жасайтын боламыз. Менің осындай самсаларым орташа болғандықтан мен осындай бөліктерге бөлемін. Енді сіздер өздеріңіз кішкентай самса ұнатсаңыздар кішкентай бөліктерге, ал үлкен самса ұнатсаңдар үлкен бөліктерге бөлесіздер. Мен осы бөліктерден қазір дөңгелек етіп форма шығаратын боламын. Осылай ұнмен елеп аламын. Оқтауға жауыспас үшін. Ең бірінші мен формаларды осындай формаларды елеп дайындап аламын. Міне осындай көлемде болды жаңағы менің елеген қамырым. Және осылай бір жағына фаршын, яғни салмасын саласыздар да осындай тәсілмен самсаларды жасайсыздар. Мен әрдайым осындай тәсілді қолданамын. Енді сіздер өздеріңіз ұнатқандарыңызға қарай жасасаңыздар болады. Егер үлкен самса ұнатсаңыздар немесе үш бұрышты самса ұнатсаңыздар, өздеріңізге қалай ұнайды солай жасасаңыздар болады. Міне осындай самсалар шығады бізде. Міне менің самсаларым дайын болды. Өте әдемі шықты. Көлемі онша үлкен де емес, кішкентай да емес, орташа. Мен әрдайым самса пісіргенде осындай пергамент қағазын қолданамын. Менде Поклан пергамент қағазы өте күшті. Самсалар жабыспайтын болады. Және енді самсалардың бетін сары, жұмыртқаның сарысымен жағып шығатын боламыз. Жұмыртқаның сарысын жағып алдық. Енді әсемдік үшін кунжутпен мак сеуіп шығамын бетіне. Міне біздің самсаларымыз дайын болды. Самсаларымыз өте дәмді шықты. Осылай болып шығады. 180 градуста 35-40 минут пісіресіздер, өздеріңіз пештеріңізге қарай. Осы самсаның рецептін қолдансаңыздар, достар, самсаңыздың қамыры өте жұмсақ болып шығады. Менің видеом ұнаса, маған лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.